Ұлттық валютаның жаңа айырбас бағамы халықтың жағдайына кері әсерін тигізбеуі тиіс. Ең алдымен елімізде бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу керек. Үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министр Серік Ахметов осылай деді. Үкімет басшысы айырбас бағамының өзгеруіне байланысты министрлер мен облыс басшыларына аймақтарда бағаның негізсіз қымбаттамауын қадағалауды тапсырды. Әсіресе азық-түлік өнімдері мен ең қажетті тауарлар бағасына баса мән беру қажеттігін қадап айтты. Сонымен қатар премьер-министр үкіметтің экономикалық блогы мен ұлттық банк қалыптасқан жағдайды шұғыл бағалап, экономиканың жоспарланған өсімінің көлемін қамтамасыз ету тұрғысында ұсыныстар енгізуді тапсырды. Ұлттық банк бүгінен бастап ұлттық валютаның жаңа айырбас бағамын жариялады. Бұл мәселе халықтың жағдайына кері әсерін тигізбеу үшін тез арада тиісті шаралар қабылдаймыз. Ең алдымен елімізде бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу керек. Бұл әсіресе күнделікті қажетті тауарлардың бағасына қатысты болып отыр. Үкімет басшысы мұнай және газ министріне алдағы 1,5 айда АИ 92 маркалы бензиннің бағасын өсірмей ұстап тұруды жүктеді. Заправкалердегі бүгінгі үкіметтің қойған деңгейінен асып кететін болса бағалары, онда оларға шара қолдану керек. Себебі ондай шаралардың өздерінің несі бар. Біріншіден олардың лицензия басқа рұқсаттарын алынады, жұмыс жасауын ол тоқтатады. Сондай-ақ Серік Ахметов облыс басшыларына аймақтардағы бағаны тұрақтандырып, негізсіз өсімге жол бермеуді және ақша айырбастау бөлімдерінде ұлттық банк шешімінің орындалуын қадағалауды тапсырды.